Баршаңызға қайырлы күн. Қазақ бабамыз ас атасы нан демекші. Бүгін үйдің нанын пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, ұнаса комментарий жазып, және каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бала кезде осындай үйдің нанын жеп өстік. Қазірде дүкеннен нан сатып алмауға тырысамыз. Міне көріп отырғандарыңыздай өте жұмсақ, үлпілдек, дәмді нан дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге 2 килограмм ұнға 1,5 ас қасық ашытқымызды салып, үстіне 1 ас қасық қант салып, жылы суымызды құямыз. Бетін жауып 10-15 минуттай күтеміз. Осылай ашытқы көтерілгеннен кейін 1 ас қасық толтырып тұзымызды саламыз. 1 жұмыртқаның ағын қосамыз, сарысы бізге қажет болады. 150 мл сүт құямыз. 1 ас қасық сары май саламыз. Енді жылы суымызды дайындап алып, біртіндеп құя отырып, қамырымызды илейміз. Осылай құрғап кеткен жерлеріне суды құя отыра, әбден біріккенше қамыр илейтін боламыз. Міне қамырымыз бірікті. Ендігі кезекте қамырымыз көтерілгенше 30-40 минуттай күтеміз. Бетін жауып жылы жерге қоямыз. 30-40 минуттай өткеннен кейін қамырымызды тағы да басып қоямыз. Ол үшін қолымызды сұйық маймен майлап алып, не осылай шетінен бастап, әбден басып, жақсылап иін қандырып, басып қоямыз. Қамырымыздың жаңағы құрамы біркелкі болып келе жатыр. Осылай қаттырақ басамыз да, тағы да 30-40 минуттай күтеміз. Сонда нанымыз көтеріліп әдемі шығады. Міне нанымыз көтерілді. Енді оны арнайы формаларға салып нан жасайтын боламыз. Менде осындай кішірек духовканың табалары. Сондықтан 2 жалпақ күлше нан, лепешка дейміз, лепешка жасаймыз, 2 батон нан жасайтын боламыз. Міне осындай 2 килограмм ұннан 4 нан шығады. Ал бұл 4 нан бірнеше күнге жетеді. Сондықтан өте үнемді болып табылады. Осылай нанды бір рет пісіріп қойып, 3-4 күн нан іздемей, нан жаңағы дүкеннен сатып алмайсыздар. Міне осындай домалақтап, мөлшерлеп, және де сопақтап, батон тәріздес етіп, нанымызды, қамырымызды салып дайындап алдық. Енді кезекте батон нанымызға тиіспейміз, ол солай тұрып көтеріледі, ал домалақ табадағы нанымызды жайып, осылай күлше нан жасаймыз. Бетін жауып 40-50 минуттай көтерілген күтеміз. Енді нанымыз кішкене көтерілгеннен кейін жаңағы алып қалған сары уызымызды осылай жағып нанның бетіне әдемілеп жағып аламызды. Шанышқының көмегімен осындай әдемілесеңіздер болады. Ортасын басамыз, себебі егерде пешке салар алдында басылмаса, нанның іші қуыс болып қалады. Сондықтан осылай бір затпен басып жіберген дұрыс. Немесе қолмен де бассаңыздар болады. Шанышқымен әдемірек шығатын болғандықтан осылай шанышқымен әдеміледім. Және кунжут сеуіп пешке жібереміз. Қызып тұрған пеште 200 Цельсий градуста 30-35 минуттай піседі. Ал енді батон нанымызды осылай алдымен сары уызды жағып, бетін әдемілеу үшін пышақпен кесіп жібереміз. Баспайсыздар нанды.
және кунжут себеміз бетіне. Батон нанымыз кішкене пеште ұзағырақ піседі, себебі көлемі үлкен болғандықтан пеште ұзақтау тұрады. 40-45 минутта пісіп қалады. Осылай әдемілеп енді пешке жібереміз. Міне біздің нандарымыз пісіп шықты, өте жұмсақ, иісі керемет. Осындай ыстық кезінде үйдің сары майын жағып жесеңіздер өте керемет болады. Астарыңызға Алла берекесін берсін және дәмді болсын.